Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге оп-оңай және де жұмсақ болып шығатын бульчкиді жасап көрсететін боламын. Мінекей видеода көріп тұрсыздар. Біздің бульчкиіміз өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді бізге қажет заттың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы, яғни ысытылған сүтімізге сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы. Содан соң осылай вилканың, шаншқының көмегімен езіп аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Және де 1 кесе шекер салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырып алып, 1 қасық дрожжымызды салып, барлығын араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен мұнда жұмыртқаның ағын саламын, өйткені сарысын бетіне жағуға алып қойғамын. Осылай видеода көрсетілгендей қылып, жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Қамырды жақсылап илеп алыңыздар. Егер қолыңызға жабысып жатса, азғантай сұйық май салып жіберіп, бір қайтара тағы да илеп шығыңыз. Енді жақсылап иленген қамырды орап 1,5 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. 1,5 сағаттан кейін біздің қамырымыз өте керемет болып ашиды. Міне видеода көріп тұрсыздар. Енді ашыған қамырымызды үстелдің үстіне қойып, оны майда бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Барлығын дәл видеодағыдай домалақ қылып, яғни дөңгелек қылып жасап шығыңыздар. Сіздер кішкентай қылып жасағыларыңыз келсе өз еріктеріңізде, мен осылай үлкендеу қылып жасадым. Енді барлығын жасап алып, бетін жауып қойып, 10 минут демалтыратын боламыз. Мінекей 10 минуттан кейін біздің дайындап қойған қамырымыздың қалай көтерілгенін көріп тұрсыздар. Енді соның біреуін алып, осылай ұзынша қылып созып шығатын боламыз. Содан соң екіге бөліп, оны өрген сияқты бір-біріне жабыстырып шықсақ, осындай форма пайда болады. Мінекей видеода анық көріп тұрсыздар. Осылай орап, барлығын осылай жасап шықсаңыздар да болады. Немесе өзіңізге ұнаған формада жасаңыздар. Мен барлығын осылай жасадым. Қандай қылып жасағыларыңыз келеді, ол өз еріктеріңізде. Мінекей осылай созып алып, бір-біріне өріп шығып, содан соң осылай орасаңыздар, бізде әдемі бульчкидің формасы пайда болады. Мен барлығын осылай жасап шығатын боламын. Мана айта кеткенімдей, сіздер қандай формада жасағыларыңыз келеді, ол өз еріктеріңізде. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін, алдын ала дайындалған формаға бульчкиімізді қойып, бетіне
жұмыртқаның сарысын жағып шығамын және де алдын ала қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ, үл-пүлдек болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Салтанат, назарларыңызға рахмет.